Mine kеше мойынсыздық. Бүгін тісті модельдеп, тістің формасын келтіріп жатырмыз. Мына бірінші қабатын ыстықтай мына қайнатып тұрып құюымыз керек. Сонда келесі слойлар ашылып кетпейді. Блокқа құйған кезде де блоктың ішінде қалып қалмайды. Сол үшін бірінші қабатын ыстықтай жасаймыз. Мына шайнау бетіне жұқа ғана жағамыз да, қалған айналдырып қалыңдау жағамыз. Жанына жағып қоямыз. Енді антагонистпен істетіп көреміз, көтеріп тұрған жер бар ма, жоқ па. Енді ақырындап модельдей береміз. Мына жер кішкене көтеріп тұр екен. Бетін тегістейміз кішкене. Шайнау бетіндегісін жұқартып аламыз. Мына тісті де кішкене бетін тегістеп алып, формасын келтіреміз. Антагонистпен істетіп көреміз. Модельдеп болды. Енді бұдан штампик кесіп аламыз. Мына тістерді жеке-жеке ажыратып аламыз. Штампик кесіп алдық. Штампик. Штампик дегеніміз мүсіннен бөлініп алынған тістің бір бөлігі. Штампиктің екі түрі болады. Бірі мынау жаңа гипстен алынған штампик, содан кейін металдан, тез балқитын металдан жаңағы штампик аламыз. Енді мына штампиктерімізді суға қанықтырып блок құямыз. Гипсті ездік. Енді штампигімізді суға салып қойдық. Суға қанықтырдық. Енді штампигімізді тісімізді аппроксималды бетімен жартылай батырамыз. Жан-жақтарын қатпай тұрып пышақпен бүйтіп кесіп, квадратный жасап аламыз. Енді қатқанын күтеміз. Блогымыз қатты. Енді екі жақ шетінен замок жасап, жан-жақтарын кішкене тегістеп, суға қанықтырып, екінші бөлігін құямыз. Блогымызды ашып, ішіндегі штампиктерін ойып алып, ашып тастадым енді. Мынаның бәрін көтеріп алып қойдым. Орындарын тазалап, ашып, енді бұны бір-біріне қайтадан кигізіп, бұған тез балқитын металдық штампик аламыз. Тез балқитын металдан құямыз штампик. Қазір кішкене қатқанын күтеміз. Енді ашып, штампигімізді аламыз.
Бұдан екі-екіден қоямыз. Біреуі алғашқы штамптауға, екіншісі соңғы штамптауға. Açamız. Biz balkетін металдан штамптарымыз дайын. Енді келесі сабақта алғашқы штамптауды бастаймыз.